сенің жағдайың ауыр. Кола саған пайдасын алып келмейді, зиянын алып келеді. Егер тамақ, ұйқы, спорт, денсаулық бойынша көп информация білгің келетін болса, менің парақшама тіркел. Кола ішу зиян прямо. Зияндылығын айтып жеткізе алмаймын. Егер сен кола ішетін болсаң, срочно қара мына видеоны, саған точно керек. Көбісі бешбармақтан кейін, қуырдақтан кейін бір кола ішіп алса тамақ сіңеді деп ойлайды ғой. Атаңның басы соларға айтарым бар ғой. Коланың құрамында білесің бе? Не деген көп сахар бар, ол гастрит пен язваны қоздырады сендегіне. Кола әншейін бұл маркетинг. Сен коланы ішіп, сол маркетингтің құлы болып жүрсің да қазір бауырым. Сен коланы ішу арқылы өзіңе үлкен аурулар, жестко дүниелерді өзіңе жабыстырып аласың. Коланы ішуді тоқтатпасаң, онда сенің жағдайың ауыр. Кола саған пайдасын алып келмейді, зиянын алып келеді. Егер тамақ, ұйқы, спорт, денсаулық бойынша көп информация білгің келетін болса, менің парақшама тіркел. Кола ішу зиян прямо. Зияндылығын айтып жеткізе алмаймын. Егер сен кола ішетін болсаң, срочно қара мына видеоны, саған точно керек. Көбісі бешбармақтан кейін, қуырдақтан кейін бір кола ішіп алса тамақ сіңеді деп ойлайды ғой. Атаңның басы соларға айтарым бар ғой. Коланың құрамында білесің бе? Не деген көп сахар бар, ол гастрит пен язваны